Біз ана біреудің ақырғы сәттеріне көп әңгіме айтады ғой бізде, неге ше? Ол деген қағбаны құшақтап жатса да кешірілмейді деп ше. Кімсің сен? Кімсің? Құдайдың рахымын тарылтатын кімсің сен? Өзің мақұлықсың ғой өзің сен. Біреудің ақырет туралы әңгіме айтатын кімсің сен? Білмейсің ғой кімнің қалай дүниеден өтетін. Сөйтіп айтып жүрген кезде өзің шығып кететін шығарсың, ал діннен мұртат болып кететін шығарсың ал. Көрдіңіз ба? Адам бір сөзімен діннен шығып кетуі мүмкін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямет жақындаған кезде адамдар кәпір болып кеш батырып мүмин болып таң атыратын болған деген. Сондай болады дейді. Кәпір болып таң атырып мүмин болып кеш батыратын болған деген. Осындай хадис, сахих хадис бар, мен сіздерге айтайын. Ол не деген сөз? Таңертең мұсылман болып оянасың, как будто таң намазын оқып жатқан сияқтысың да, кешкісін ұйықтайын деп жатқан кезде діннен шығып кеткенсің да, діннен. Қалай шығып кеттің? Білмейсің өзің. Лыпылдап әр нәрсені айтып жүрген кезде аузыңнан байқамай діннен шығаратын бір сөз айтып қойғансың да. Қатты сөйлейтін адамдар болады деген ғой қияметке жақын. Біреу туралы әңгіме айтатын. Бір сөзің діннен шығарып жіберуі мүмкін ғой, сен білмейсің бірақ. Намаз оқып жатсың да, бірақ ешқайсысы қабыл емес. Өйткені калиманы айтуың керексің қайтадан сен. Калима шахадатты қайтадан айтуың керек. Ана намаздар қайтадан қайту үшін орнына. Сондай болмайды, біреудің ақыретін әңгіме айтуға болмайды. Жалпы ескерту ретінде айтып жатырмын, бауырлар. Осы ішіп шегіп жүрсің ба? Болды ғой, сенің баратын жерің осы тозақ қой деп. Болмайды. Умраға бара бер, бәрібір тозаққа түсесің сен. Өйткені сен не қылып қойғансың жаңа. Біраз ұрып жібергенсің тендерден, неден деген сияқты. Жоқ, болмайды. Ешкімнің олай ар намысына тиетін сөз айтуға ешкімнің хақысы жоқ. Харам. Адамның ар намысына тию бұл адам өлтіргенмен бірдей деген харам. Пайғамбар сам қоштасу құтпасында айтады. Адамның, момынның ар намысы деді, ұяты. Және несі деді? Мал мүлкі деді. Және қаны харам деді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіз ба? Біреудің малына қол сұғу харам. Көрдіңіз ба? Ар намысына сүлт болмайды ондай нәрсе. Осындай бір нәрселерді естіп қалдым да, мен айтылып жатқан. Пайғамбар саллаллаху хадисі бар. Сөйтіп айтқан адамның өзін тозаққа тастап жіберген. Айтып бердім өткенде, бір сабақта. Екі жігіттің қиссасын Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сендерден бұрынғы қауымда екі жігіт өмір сүрді. Олар жаңағы біреу жаңағы құлшылық қылады, біреу құлшылық қылмайды, бейқұлшылық деп айтамыз ба? Мынаған айтады екен, сен осы күнәні істей бере қойшеш болды ғой деп. Осылай жүресің, ертең енді қоямыз ғой, енді қоямыз енді, қоямыз деп. Сөйтіп жүрді дейді. Өстіп жүре беретін болсаң, Құдай сені кешірмейді деп айтты дейді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, екеуі де дүниеден өтті дейді. Раббысының алдына келді дейді да. Құлшылық қылғанды алдына шақырып алды да, айтты, сен кімсің менің атымнан үкім шығаратын деп айтты дейді Алла Тағала. Кімсің менің рахымымды, мейірімді тарылтатын? Кімсің сен? Мынаның бетін сүйреп апарып тозаққа тастаңдар дейді. Құлшылық істеген адамды. Мынаны қараңдар енді, мынаны мен кешіріп жібердім дейді. Рахметім менің уасиат күллі, бүкіл нәрсені қамтыған дейді менің рахым. Екеуін керісінше істеп жібереді Алла Тағала. Абу Хурайра айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге екі күннің бірінде осы хадисті айтатын еді дейді. Не үшін? Ұмытып қалмас үшін дейді біз. Аллахи дейді, Алламен ант етейін, бір-ақ ауыз сөз айтты дейді, болды. Кешірілмейсің сен деген бір ауыз сөз айтты, сол сөзі оны тозаққа апарып тастады дейді Пайғамбар. Абу Хурайра айтып жатыр. Ауыздарыңа ие бол деп жатыр. Біреудің ақыреті туралы әңгіме айтпа деп жатыр. Адам болмайды дегенді айтпа ондай. Көрдіңіз ба? Өзіңмен шұғылдансай, өзіңмен шұғылдан. Не істейсің біреуді? Оларға айт, насихат айт. Бірақ олардың ақыретіне тіл тигізбе, біреудің ақыретіне.